қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Міне тоқыған сумкамыздың асты ғой, рюкзактың асты, детский рюкзактың асты. Ары қарай осы 6 размер крючогымен ары қарай жалғастырып тоқи беретін боламын. Мынау бізде мына жерде міне 3 жерден добавка жасау керек болмыз. Мына жақта да 3 жерден, и мына жерде де 3 жерден. Мен прям центрдің прям үстіне белгі беріп қойдым. И мына жер центр ғой. Сонымен былай и чуть выше. Кішкене ғана жоғары белгі беріп қойдым. Енді міне біздің менің кешегі тоқыған соңғы петлям, енді мына неге салмаймыз, галочкаға салмаймыз. Енді біз міне кішкене ұзын қылып шығарып алдық, и мынаны былай шығарамыз. Шығарды. Петля подъема обязательно. Енді мына біздің мына жерде добавка қосу керекпіз. Мына жерде бізде добавка. Сонда біз алдында галочка узорын тоқу үшін обычно біз вообще былай аламыз, бізді жіптің астынан тартып шығарамыз. Өйтіп шығарсаңыз мынандай галочка болып кетеді. Сол себепті біз крестик узорын тоқу үшін жіптің үстінен ілмекпізбен іліп аламыз да, былай тартып шығарамыз. Сол кезде бізде крестик узор пайда болады. Косичкамыздың бір жағынан ғана алып тоққан кезде бізде рюкзактың астында, рюкзактың қабырғасымен міне жіп болады. Сонда асты, қабырғасы үсті жағы былай. Енді мына жерге біз добавка тұрған жерге, маркер тұрған жерге екі петля тоқимыз толық без накида. Бұл кішкене рюкзагымыздың формасы әдемі болып кеңірек болып тұру үшін ары қарай бәрін бір-бірден, бірақ та жаңағыдай екі жіптен, мына жақтан, мына жақта көлденең жатқан жіптен оңай емес, жіптің үстіне аламыз. Енді мына маркерлер бізге керек емес, мынау керек, әлі жеткен жоқпыз ғой. Мына екі маркерді шешіп, енді мына біздің центр тура үстіне петлямызды, маркерімізді ілеміз. Именно мына жерде центр, былай чуть выше, мына жерге добавка жасау керекпіз қазір. Примерно мына жерде. И мына жерге біз екеу тоқимыз, өйткені маркермен белгі беріп қойдық үшін. Кішкене бұл крестик узорын тартып тоқым әдемі болып шығады. Енді мына жерде бізде екі столбик тоқу керекпіз крестик узорымен. Енді мына жерде.
жерді еще дұрыс ұстау керекпіз, мынаны қосылған жерін жоғары қаратып. Мына жерге екеу тоқимыз. Біреу. Мына жерге сол жерге де сонда бір жерден екі крестик чапты. Мына жерге добавка жасаймыз. Біреу, екеу. Все. Добавка. Сонда қараңыздар, мына жерде мен мынаған сразу мынаған мүшемін. Ары қарай жай ғана тура солай тоқи береміз. Енді айландырып тоқи бересіздер, вообще ештеңе соединительный ештеңе жасамайсыздар. Мысалы, мына жақта бірін-біріне қостық қой, мына жерде бірін-біріне қосып, петляны созып, мынаның артына кіргізіп, потом мына жақтан шығарып жасады ғой, ондай жасамаймыз. Жай ғана айландырып тоқи бересіз, болды. Жай ғана косичка, косичканың астынан саласыз. Кезек-кезек, мысалы, мынаған кезек-кезек саласыз. Салдыңыз. Жіптің үстінен жібіңіз дұрыс тұру керек. Жіптің қосылған жағы үстінде, біздіміз жіптің үстінде бері қарай шығарамыз и крестик болып тоқылу керек. Енді жай ғана тоқи бересіздер. Өзі жоғарыға спиральное вязание, ол айлана береді. Айланып тоқи бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Қанша биіктігі жаңағы қабырғаның, рюкзактың қабырғасының ұзындығын өздеріңіз биіктігін қарайсыздар. Қанша керек өздеріңіз шешесіздер. Кішкене просто тартып тоқу керек. Бос қып тоқмаймыз. Осындай крестиктер болып шығады. Міне мен екінші қатарда аяқтайын деп жатырмын. Былай спиральное вязаниені кейбір кісілер білмейтін болса, сол кісілерге кішкене түсінікті болсын деп, міне менің қосқан жерім, көтеріліп кеткенмін. Енді ары қарай жай ғана тоқи бересіздер. Ештеңе істеудің қажеті жоқ. Міне. Негізі мына жерге маған былай мына жерге мынандай маркер іліп қоямын. Ұзындығын көтергенде маған түсінікті болады, қай жерде менде жаңағы екінші қатарға басталады, содан қатар қай жерден басталады, сол түсінікті болу үшін маркер болмаса жібіліп қойыңыздар осы жерге. Негізінде мындай крестики отдельно болып шығады. Мені қараңыздар, крестик қылып, мен примерно бір 40 сантиметр тоқып шықтым. Асты мынандай галочка, мына жерде мындай болды. И қазір мен сіздерге ішін көрсетемін.
жоқ. Осындай болып тоқылды. Ішіне жібінің бәрін тақсам, ішінің бәрі тап-таза. Осындай. Енді бағана мен мына жерге белгі беріп қойдым, осы жерден бастап ары қарай тоқыдық, мына жерден бастап ары қарай тоқыдық и айландырып тоқыдық та, и мен сонда мына жерге келіп бітіп жатырмын. Бітірген кезде міне бүйтіп аламын да, примерно міне мына жерге тоқимын мен қазір. Да? И мына жерге тоқимын да. И примерно так кесіп, осынша кесіп, мына шығарып аламыз жіпті. Кішкене сыймай тұр. Мына жерде, мына косичкада, и косичкада. Мына жерде, біздің бір косичканы тастаймыз да, и мына косичканың астынан біздімізді былай ішіне қарай. Вот так. И мына жерде міне былай кіргіздік. Енді мына прям мына жіпті шығарған жерге ғой міне. Осы жерде и мына жіп шығып тұр ғой. Мына жіп шығып тұр, мынаға кіргіздік и соның астына бер жағынан салдық. Біздімізді енді мына былай қарай кіргіземіз. Мына сол кезде біздің мына жерде косичкамыз қалай көрінбей кетеді. Енді примерно вот так көрсетпей, мынаны қатты тартпаймыз, қатты бос болмасын, мыналар сияқты кішкене жинақ қылу. И мына жерге байлаймын. Осылай. Петляда байлардым. Енді былай қарай біраз жіптерден тақ тастаймыз. Екі жіптен алдым. Неудобно. Қай жер сіздерге жақын болады, сол жерге бүйтіп тастайсыз. Мен еще тағы да тұрамын. Міне мынандай болып шықты. Потом біз аламыз да, мына жібімізді, мынерге не керек қой бізге? Бұл рюкзактың жібі болу керек, бізде мынандай. Мынаны жинап тартып тұрады. Сол жібін, например, өлшеп алу үшін бізге мына бір рет айландырдым, міне. Жібімді ұстап тұрмын. Екінші рет айландырдым. И мына жіпті үшінші рет айландырдым. И мына кесіп тастаймын. Мына бізге жіп спокойно енді жетеді. Мына ремешок жасаймыз мына жерден. Біз мынаны былай жинаймыз. Мына былай, да? И мынаны былай. Осындай болып жинаймыз. Бірінші біз неміз жасап алайық. Бауымызды. Рюкзактың мойнында бауы болады ғой. Мойнын жинайтын. Но мен мына жерге тесіктер қалдырмадым. Өйткені бұл трикотажный болғаннан кейін кішкене бәрі созылып кетеді. Тесіктер прям үлкен болып кетпесін деп қалдырмадым тесік. Juste айландырасыздар, мына жағынан жібермей ұстап тұрасыз, бір жаққа ғана айландырасыздар. Осыны прям қатты айландырыңыздар. Мына жақ болды. Енді екінші ұшын айландыру керекпіз.
үш рет айландырдық, иә, рюкзактың мойнынан. Үш слой, иә. Ол деген қазір мынандай бәрін жинаған кезде әдемі болып еще кішірейеді ол. Үстіп қана айландыра бересіз қолмен. Осындай болады, иә? Енді полностью көрінбейді, бірақ та екі слой жүр, бәрде қылып, мына жағынан ұстап, енді мына жағын жіберемін. Бәрі істесе өзі. Бұны еще. Енді қараңыздар, мұны прям қалай, көріп тұрсыз, центр былай бүктедім. Енді тура соны бүктегенімді былай бірдей қылуым керек. Бірдей болды. Бір жағын алды, бір жағын артты қыламыз. Мына жағы алды болды. Енді қараңыздар, мына жерден примерно пока салам. Вот так. И мынаны жерден еще артқа шығарып аламыз. Вот так. Да. Шығарып алды. Енді тура мына жақты қосамыз. Енді мына жерге қараймыз. Мына жерде примерно үшеуі. Мына жерден былай. Мына жерді обязательно ілеміз. Мына жерді тоже обязательно. И артын қараймыз. Бірдей болу керек, да? Примерно мына жерден шығарып аламыз. Жаңағы жіптің қосып тұрған жерінен шығарамыз. Іліп алдық, ақырындап осыған шығарып аламыз. Уже бізде уже как торбочка сияқты болды. Мына жер дұрыс болып шыққан жоқ сияқты, бірақ бүйтіп жылжыта салсақ болады. Даже вот мына қараңыз, маған ілінбеген екен. Мынаны аламыз и вот так. Вот бірдей болды, әдемі. Это рюкзак бізде.